Қош келдіңіздер. Бүгін алма рулетін жасаймыз. Өте нәзік, жеген кезде ауызда ериді. Шаймен ішкенге өте керемет дәмді тәттілердің бірі. 2 немесе 3 жұмыртқаны аламыз. Жақсылап қантпен езіп аламыз. Сары май қосамыз, ұн қосамыз, қосқыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 5-6 штук алманы аламыз, жақсылап жуамыз, қабығын аршып тастаймыз да теркадан өткіземіз. Теркадан өткен алмаға қант қосамыз, корица қосамыз дәмін кіргізу үшін, және алманың суы тартылғанша 5-10 минут орташа отта араластырып тұрып пісіріп аламыз. Дайын болған алма начинкасын жақсылап листқа бір келкі қылдырып жаямыз. Жайылған алма начинканың үстіне жақсылап бисквит тестамызды жайып аламыз. Духовкада 180-150 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Дайын болған піскен рулетті аламыз. Жақсылап оны ораймыз. 1 сағат суытып қоямыз. Жақсылап суыған рулетті әдемілеп кесеміз. Және үстіне қант ұндағын сеуіп қойсаңыздар әдемі болады. Жасалу жолы оңай, ас болсын жасап көріңіздер.